Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Қасиетті Рамазан айында мәресіне жетті. Исі мұсылман ағайындар ораза ұстап, ауызашар берді. Енді алда айт келе жатыр. Баршаңыздың ниеттеріңіз қабыл болсын дей отыра, біз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбардың кіші ақырзаман белгілеріне қатысты айтқандарын назарларыңызға ұсынамыз. Соңғы жылдары әлемде түсініксіз нәрселер көп болып жатыр. Әсіресе жер сілкінісі деген күрт көбейіп кетті. Күні кеше Қазақстанда Жамбыл облысында, оның ішінде Меркі мен Құлан аудандарында 5 балға жететін зілзала орын алды. Қазақстанда зілзала тек Алматыда болады деп ойлайтын жергілікті тұрғындар қатты мазасызданды. Ал Таиланд пен Мьянма елінде 7,5 балға жететін жер сілкінісі болды. Және де шөл далада жатқан араб елдеріне қар жауып талайды таң қалдырды. Араб елдерінде нөсер жаңбырдың шелектеп құюы да көбейген. Ал бұл жақсылықтың нышаны емес. Хазірет пайғамбарымыздың хадистеріне сүйенсек, ақырзаман жақындағанда зілзала көбейіп, құмға бөгіп жатқан таяу шығыс жауынның салдарынан көгалға айнала бастайды екен. Және де дүниенің түкпір-түкпірінде бүліктер көбейетіні айтылған. Түркияда әлі күнге дейін Ердоғанға қарсы көтеріліс жалғасып жатыр. Ердоғаннан шаршаған халық Анкара, Стамбул секілді үлкен қалаларда алаңға шығып наразылықтарын білдіруде. Сербия, Грузия елдерінде де билікке қарсы бүлік шығарған еді. Тіпті осыдан 3 жыл бұрын момын деген қазақ халқының өзі қаңтарда қатты көтерілді. Шынымен де соңғы 5 жылда әлемде бүлік деген қалыпты құбылысқа айналып кетті. Ал бұның бәрі соғысқа апарып, жер планетасының жойылып кетуіне алып келуі әбден мүмкін. Бухари риуаятында былай делінген: Расулуллах сахабалармен сөйлесіп жатқанда бір түздік араб келіп қияметтің қашан болатындығын сұрағанда, оған Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар, аманат аяқ асты етілген кезде қияметті күте бер дейді. Сонда түздік араб кісі, мұны қалай түсінсек болады дейді. Пайғамбарымыз, қызмет өз маманына берілмеген кезде қияметті күте бер деп жауап береді. Қазір жер бетінде біреудің орнын күшпен, айламен тартып алып лайықсыз отырғандар тым көп. Мысалы, Солтүстік Корея соңғы 30 жылдан бері өте бақытсыз өмір сүріп жатыр. Себебі бұл елде тақ атадан балаға мұра болып келе жатыр. 90-шы жылдары Ким Чен Ир, одан кейін Ким Чен Ын патша болып отыр. Олар елде қатаң диктаторлық режим орнатып, өздерін құдайымыз деп атаудан сескенбеді. Олар өздерін дәретханаға мүлде бармаймыз, нұрдан жаралған періштеміз дегенге дейін келтірді десек артық айтқандық емес. Шын мәнінде олар президенттікке лайық емес еді. Соның кесірінен Корей халқы өте жұпыны өмір сүріп жатыр. Алысқа бармай көршіміз Түркменстанды алайық. Мұнда да елді басқаруға лайықты емес адамдар келгендіктен кезінде жауынгер болған намысты түркмен халқы қазір құлдың күнін кешіп отыр. Олар президентті көрсе, егесін көрген иттей құлай кетеді. Ал бұл мүлде дұрыс емес. Адам деген тек Құдайға ғана құлшылық ету керек. Қазақта еңкейгенге еңкей, әкеңнен қалған құл емес. Шалқайғанға шалқай, пайғамбардың ұлы емес деген даналы сөз бар. Хаж сүресінің 1 және 2 аятында былай делінген: Уа адамдар, Раббыларыңнан қорқыңдар. Расында қияметтің сілкінісі алапат құбылыс. Сол күні бала емізетін әр ананың қатты қорыққаннан баласын ұмытқанын, әрбір жүкті әйелдің және буаз жануардың іш тастағанын көресің. Сондай адамдардың бәрін ес-түсінен айырылып теңселген мас күйде көресің, асылында олар мас емес. Алайда Алланың азабы тым қатты. Ақырзаман келерде оның кіші белгілерінің біріне екі үлкен ислам әскерінің бір-бірімен шайқасуы жатады. Қазір әлемде ислам дініндегілер сүнниттер және шииттер болып екіге бөлініп алды. Қазақстанда көбінесе сүнниттер тұрады. Дегенмен қазір шииттер қатты өсіп келеді. Шииттердің отанына айналған Иран басқа араб елдерімен онша араласпайды. Олар өздері әскери техника шығарып, күш қуатын арттырып жатыр. Оларға ядролық қару жасауға Ресей көмектескелі жатыр деген сыбыс та бар. Себебі Иран Ресейге соғысқа дрондар, снарядтар беріп көмектесті. Сүнниттік бағыттағы араб елдері Иран ядролық қаруға қол жеткізе ме деп қорқып отыр. Міне, ақырзаман жақындағанда екі үлкен ислам әскері бір-бірімен соғысса қиямет қайым орнайды деп айта берсек болады. Сондықтан да қос бағыттың басшылары ортақ мәмілеге келіп тату тұрғаны абзал. Себебі екеуінің де түбі бір ислам, ал бөлінгенді бөрі жейді. Мал дүние судай болып ақпайынша фитнелер және жөнсіз жерде адам өлтіру көбеймейінше қиямет болмайды делінген екен. Бұрын араб елдері зәулім үйлер салмайтын.
Олардың әсем сарайлары қазіргі 5 қабатты үйлердің биіктігінен аспайтын. Себебі пайғамбарымыз кіші ақырзаман белгілерінің бірі зәулім үйлердің салынуы деп еді. Бірақ 90-шы жылдары араб елдерінің көбісі ақш-тың ықпалына жығылды. Өз мүддесін көздеген ақш біріккен араб әмірлігі Сауд Арабияларын қолдап, мұнда Дубай деген қаланың тұрғызылуына көмектесті. Қазір Дубайда зәулім ғимараттар өте көп. Шейхтар осында тмд елдерінен сұлу қыздарды шақырып, жын ойнақ жасайды деген сөздер де жиі тарап жатыр. Яғни шейхтардың бәрі қасиетті дінімізді берік ұстанады деген сөз емес. Дінді берік ұстану деген ол адамгершіліктен аттап кетпеу, ал жұртқа намаз оқып, ораза ұстап иманды болып көрініп, былай шыға бере күнә жасайтындарды мұнафиқтар, яғни екіжүзділер дейді. Дінімізде екіжүзділердің қияметтегі жазасы ауыр болатынын ескертілген. Былайша айтқанда қазір Дубайдың өзінен бірнеше ақырзаман белгісін байқауға болады. Олар зәулім үйлер салу, нәпсіге бой алдыру мен ойына келгенін жасау, жабайы аңдардың терілерінен киімдер тігіліп киілуі, Құран кәрімді әшекейлеу әдетке айналуы. Айта берсек өте көп. Ал осыдан бірнеше жыл бұрын Қазақстан нағыз ақырзаманның ордасы болған екен. Себебі кіші ақырзаман белгілерінің қатарында пара алушылар көбейеді, төрешілер мен қазылар үкімді сататын болады, бастықтар көбейеді деген пункттер бар екен. Ал ескі Қазақстанда пара бермесеңіз, ешқандай жұмысыңыз жүзеге аспайтын еді. Бастықтардың бәрі алдына ісі түсіп келген адамнан пара дәмететін. Сондықтан да ел ішінде бара берме, пара бер деген мақал шықты. Және ең сорақысы судьялар байларды ақтап алатын болды. Ал кедейлерді қатаң жазалап, оларды сөзге келмей абақтыға қамап жатты. Соның әсерінен судьялар, прокурорлар, полицияның бастықтары қатты байыды. Халықтың сот жүйесінен әбден көңілі қалды. Және де ішімдік ішу көбейеді делінген. Және де жөнсіз жерде адам өлтіру артатыны жөнінде де айтылған. Шынымен де 90-шы жылдар мен 2000-шы жылдардың ортасына дейін арақ ішу деген күнделікті әдетке айналып кетті. Әсіресе еркектер қатты ішіп, әйелдерін сабайтын болды. Қаншама әйелдер маскүнем күйеулерінің қолынан жөнсіз жерде қаза тапты. Мысалы өткен жылы бүкіл тмд-ны шулатқан Бишімбаев оқиғасын алайық. Бишімбаев арақ ішемін деп әйелін өлтіріп алды. Шайтанның зәрі арақ оны есінен адастырып, әйелін өлімші етіп ұруға дейін жеткізді. Соның салдарынан байқұс келіншек жөнсіз жерде өліп, Бишімбаев 24 жылда арқалап темір торға қамалды. Міне көріп тұрғанымыздай арақ деген берекені қашырады. Барлық күнәнің бастауы да осы арақтан болады. Кіші ақырзаман белгілеріне кедейлер көбейеді, әнші қыздар көбейетіні де жатады екен. Расында да қазір тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемде кедейлер қатты көбейді. Әсіресе Үндістанда кедейлердің санында есеп жоқ. Олар көшеде тамақ ішіп, көшеде дәрет сындырады. Көшеде ұйықтайды. Ал байлары өте қатты бай тұрады. Мысалы Үндістанның бір кедейі күніне $1 ақшаға күн көрсе, Мукеш Амбани деген Үндістанның байы өзінің ұлының үйлені тойына $600 миллион дейін ақша жұмсаған. Яғни Амбани осы ақшаға Үндістанның халқының тең жартысынан нан әпере алар еді. Бірақ ол кедейлерді көрмейді, байлықтан көзі әбден тұманданған. Міне, бұл ақырзаманның белгісі. Кедей мен байдың арасы қатты алшақтап кеткен. Кезінде Қазақстанның байлығының 90% айналдырған 30-40 адамның қолында деген ақпараттарда тарады. Ақырзаман жақындағанда байларға әбден өшіккен кедейлер оларға қарсы майдан ашып, қан деген судай ағылады. Сондықтан да барлық елдің президенттері байлар мен кедейлердің теңестіру үшін жұмыс істеу керек. Мемлекетте орта тап өкілдері көбейген кезде ғана бейбітшілік орнайды. Ал әнші қыздар көбейеді дегеннің де түп тамыры тереңде жатыр. Тез баюды қалайтын қыздар ән айтып көзге түскісі келеді. Ал бұл зинаға алып келеді. Ал зина талай отбасының бұзылуына, ерлі зайыптылардың ажырасуына себепші болады. Зина болған жерде некесіз балалар жатырға бітеді. Ал неке қиылмай пайда болған балалардың тағдыры өте ауыр болады. 2000-шы жылдары жетесіз қыздар әнші болуды армандаса, қазір әлеуметтік желілерде блогер болып танылғысы келеді. Олар желіде жартылай жалаңаш суреттерін жариялап, талай еркектің көз зинасын жасауына себепкер болады. Соның салдарынан еркектердің пиғылы бұзылып, зорлау фактілері қатты көбейді. Ең сорақысы қаны бұзық жауыз еркектер ана сүті аузынан кеппеген бүлдіршін қыздарды зорлап өлтіріп жатыр.
Тіпті араб елдерінде кейбір ата-аналар балиғат жасына толмаған туған қыздарын бай шейхтарға, көпестерге ақшаға сатып жіберді деген жаңалықтарды жиі оқитын болдық. Мысалы 9 жасар қыздар еңгезердей еркекке әйел болып жатыр. Бұл барып тұрған жауыздық. Кіші ақырзаман белгілерінің ең сорақыларының бірі дінді табысқа айналдырады. Ілім құлшылық ету үшін емес, дүние табу үшін оқылатын болады. Қазір діндарлар арасында алаяқтар қатты көбейді. Қазақстанда қажылыққа барғысы келетін бір топ адамды жинап, олардан ақшаны алдын ала алып, оларды қажылыққа апармай лақтырып кететіндер көбейді. Оның зардабын көріп жатқан қазақстандықтардың қарасы мол. Әлеуметтік желілерде де хаджаб киінген, сақал өсірген қыз жігіттер халықты алдап, өтірік тауарлар сатып жатыр. Немесе шетелден тауар әкеліп берем деп ақшасын алып, қайтармай қойғандар аз емес. Ақша үшін имам болып жүрген молдалар да көңілге кірбің түсіреді. Ислам діні Алламен тікелей байланыс орнататын дін еді. Исламға адамдар жүрек қалауымен келіп, жанына тыныштық табатын еді. Ал қазір ислам дінін базар қылып жіберді. Дін атын жамылып, халықтан жылу жинайтын мұнафиқтар да елді алдап жатыр. Бұның бәрі азғындық. Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар адам иманынан айырылмау керектігін көптеген хадисінде айтқан. Адамның жүрегіне дүние тұрып қалмау керек. Құдайдан қорқатын адам ешқашан біреуді алдамайды, аманатқа қиянат жасамайды, шаңның тозаңындай жамандық жасамайды. Асыл пайғамбарымыз өте көркем мінезді болған. Өкінішке қарай қазіргі мұсылмандардың көбісі намаз оқығанымен өте тәкаппар. Ал пайғамбарымыз бұны қолдамаған. Сондықтан да әрбір мұсылман көркем мінезінен айнымау керек.